Сәлем достар, бүгінгі сабақта мен сіздерге карточканы қалай удалить ету керек екенін көрсетемін Pinduoduo сайтынан. Ол үшін Pinduoduo'мызға кіреміз және де астындағы өзіміздің личный кабинетімізге өтеміз. Домалақ смайликке басамыз. Одан кейін мына жерде мінекей қытайша иероглифтер бар, осыған басамыз. Және де осы үстінен санағанда үшінші қытайша жазуға басамыз. Және бұл жерде біз мынаның үстінен басамыз. Мына карточканы удалить еткіміз келеді. Және де үстіндегі қытайша жазуға басамыз тағы да. Сосын астындағы мынау екіншісіне, біріншісіне басамыз. Және де астында тұрған мінекей мынау қытайша жазуға басамыз. Және бізге осындай мінекей жазу шығады. Оның екіншісіне басамыз астындағы. Одан кейін өшірде алдағы сабақта айтқандай төлем паролін жаттап алыңыз, жазып алыңыз деген сол төлем парольді енгіземіз. Мінекей галочка шақты біздің карточкамыз удалено деген сөзе. Мінекей қараңыз, мына жерде тұрған карточкамыз жоқ болып кетті. Енді жаңадан карточкамызды енгіземіз. Ол үшін мынау виза дегенге басамыз. Бізде қандай тип карточка? Бізде виза карта, Каспий Голд. Тағы да төлем паролімізді енгіземіз. Енді бұл жерде біз карточкамызды осылай номерін жазсаңыз болады, немесе суретке түсіріп алсаңыз болады. Мінекей суретке түсіріп алды, және қызылды басамыз. Тағы да астындағы қызылды басамыз. Мынау қызылды басамыз. Мына жерге өзіміздің данныйларымызды енгіземіз. Бұл данныйларды өзіңіз карточкадан жазып алсаңыз болады, немесе Каспий Голдтан бүкілін көшіріп алсаңыз болады. Міне мен өшірден бүкіл данныйымды өзім қолыммен жазамын. Жылымызды жазамыз. Срок годности қай уақытқа шейін біздің карточкамыз действует. Сол срок годностьті өшірге жазып аламыз. Және де астына бұл жерде CVV код жазамыз. 3 цифрлық CVV код. Оны карточкамыздың артынан жазамыз. Жаздық. Ендігіде енгізген соң қызыл кнопкамызды басамыз. Карточкамыз мінекей үстінде осындай сообщение келді. Бұл карточка Каспий Голдқа, яғни өзіңіз қандай карточканы енгіздіңіз, Народный банк па, Каспий ма, тағы да басқа карточкалар ма, сол карточканы енгізсеңіз, сол карточкадан мінекей тіркелді деп сообщение келеді. Мінекей біздің карточкамыз достар тіркелді. Мына осылай карточкаңызды, керек жоқ карточкаңызды удалить етіп, басқа карточкаларыңызды тіркей берсеңіздер болады.